Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, мен Абилова Ақерке. Қасыл Қатықбаев атындағы номер 168 мектеп гимназиясының өзін-өзі басқару ұйымының ламбасы. Заманауи мектеп балалардың көзімен тақырыбында бейнежазба галереясын ұсына отырып, заман талғамына сай мектеп туралы оқушылардың көзқарастары мен ой пікірлерін бірнеше сұрақ қою арқылы білетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болады? Болат Майра. Майра, сізге сұрағым бар еді. Қалай ойлайсыз, біздің мектептің басқа мектептерден айырмашылығы қандай? Барлық пәндер тереңдетіліп, яғни барлық сабақтар өз пәнімен тереңдетіліп оқытылады. Және де көптеген мерекелерді жақсы атқарады. Жақсы білім береді, және де сапалы білім ала алады оқушылар. Бұл мектеп заманауи, тағы мұғалімдер жақсы оқытады. Білімді жақсы береді, лифт барды. Біздің мектеп өте әдемі. Біздің мектепте оқытатын ағайлар мен апайлар сол сабақты тереңінен үйретеді. Сіздің ойыңызша заманауи мектеп қандай болу керек? Барлығы толық онлайн форматта немесе компьютерлік желілермен, тек қана телефонмен айналысатын сабақтар. Заманауи мектеп ол оқушылардың көңіл күйін таба алатын, яғни оқушылардың не керек екенін білетін, яғни оқушыларға тән тереңдетіліп оқылатын мектеп деп ойлаймын. Сабақты жақсы беретін болу керек. Біздің мектепке ұқсау керек. Оқулықтармен көптеген технологиялармен толықтанған мектеп болу керек. Сенің ойыңша заманауи сабақ ол қандай сабақ? Орысша айтқанда кругозорды расширять ететін сабақтар. Математика, қазақстан тарих. Қазіргі кезде компьютерлік сондай желілермен көбінесе сабақ беру. Сен өз мұғаліміне қандай сұрақ қояр едің? Сұрағым жоқ. Жоқ. Қанша жыл мектепте жұмыс істедіңіз? Мысалы, математика пәнін кім шығарды дегендей. Неге күнделік KZ логотип етеді? Жақсы, үлкен рахмет. Біз оқушылардың жауаптарын алдық, ал енді сіздің ойыңызша заманауи мектеп қандай болу керек?